Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз бағдаршам робот. Біз өткен тақырыпта түс датчигінің 3 түрлі режим арқылы жұмыс жасайтынын білдік. Бағдаршамның жасыл, сары, қызыл түстен тұратыны бәрімізге белгілі. Сондықтан бағдаршам роботын жасау үшін бізге төмендегідей түс датчигі орналасқан EV3 роботы керек. Бұл роботты құрастыру үшін әдеттегідей Lego Mindstorms Education EV3 программасындағы нұсқаулықтардың көмегіне жүгінеміз. Біз өткен сабақта Lego Mindstorms Education EV3 программасын көшіруді және орнатуды үйренген болатынбыз. Мына тапсырмаға назар аударамыз. Тапсырма бойынша бағдаршам робот жасыл түсті көргенде green деп, яғни жасыл түс екенін хабарлап, алға жылжиды. Сары түсті көрсе yellow деп, сары түс екенін хабарлап, жылдамдығын төмендетеді. Қызыл түсті көрсе red деп, қызыл түс екенін хабарлап, тоқтау қажеттігін білдіреді. Олай болса, бағдаршам робот жобасын Lego Mindstorms Education EV3 программасында құрастырып көрейік. Lego Mindstorms Education EV3 программасын осы көріп отырған видеоның астындағы мына сілтемені басып, көшіріп алуымызға болады. Жұмыс үстеліндегі міне Lego Mindstorms Education EV3 бағдарламалық жасақтаманы ашамыз. Ашқаннан кейін міне мына көрсетілген плюс батырмасын басамыз. Осындай интерфейс ашылады. Енді ары қарай старт блогына дыбыс блогын жалғаймыз. Дыбыс параметріне green хабарламасын қой. Дыбыс блогына тағы да дыбыс блогын жалғаймыз. Оның параметріне старт режимін таңдаймыз. Соңғы дыбыс блогына рульдік басқару блогын жалғап, қосу режимін ауыстырамыз. Рульдік басқару блогына күту блогын қосамыз. Датчиктен ақпарат алу үшін оның режимдерін өзгерт. Датчик цвета, сравнение, цвет. Блоктың параметріне сары түсті орналастырамыз. Және күту блогына дыбыс блогын жалғаймыз. Дыбыс параметріне yellow хабарламасын қой. Дыбыс блогына рульдік басқару блогын жалғап, қосу режиміне ауыстыру керек. Және қуатын 25-ке теңестір. Рульдік басқару блогына күту блогын қосамыз. Датчиктен ақпарат алу үшін оның режимдерін өзгертуіміз керек. Датчик цвета, сравнение, цвет. Блок параметріне қызыл түсті орнатуымыз керек. Күту блогына дыбыс блогын жалғаймыз. Дыбыс параметріне red хабарламасын қоюымыз керек. Дыбыс блогына тағы да бір дыбыс блогын жалғаймыз. Оның параметріне стоп режимін таңдаймыз. Соңғы дыбыс блогына рульдік басқару блогын жалғап, өшіру режиміне ауыстыруымыз керек. Міне балалар, біздің бағдарламамызда роботымызда дайын болды. Компьютерімізбен роботты байланыстыруымыз керек. Ол үшін бізге біз кабель арқылы байланыстыруымыз керек. Мына USB жағын компьютерімізге байланыстырамыз, ал кабельдің мына жағын роботқа байланыстырамыз. Енді мына жүктеу батырмасын басу арқылы бағдарламаны роботтың EV3-іне жүктеп көрейік. Бағдарлама жүктелді. Енді байқап көрейік. Балалар, біздің бағдарламамызда, роботымызда жақсы жұмыс жасап тұр екен. Енді қайталап көрейік. Енді балалар, өздеріңде байқап жасап көріңдер.
Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау болыңдар.